мал дүние аман қалу үшін Гималай асып өткен екен. Ел аман қалу үшін да. Содан осы жақында бір тарихшы бір кісілермен кездестім, сол кісілер айтып берді. 100 мың қазақ Гималай асып арғы бетке өткен екен. Негізі Гималайдан альпинистер ғана асып өтеді екен. Өйткені ең басында уже ауа жетпей қалады екен ғой. Сонда 100 мың қазақ қалай асып өтті деген кезде, анау мұздарға келген кезде адамда малда жүре алмай қалғанда, ана киіздер төсеп отырған. Киізді айландырып төсеп отырады. Ал енді киіз төселмейтін жерге келген кезде жігіттер кездік дейді ғой, кездік пышақ. Соны екеуден мұзға тығып жігіттер жатады екен, мұнан неден ұстап. Адамдар осыдан өтіп арғай өтіп кете берген екен. Анау жігіттер сол жатқан күйі қалған екен. Содан арғы бетке 30 мың ғана адам өткен екен. Жастар, кішкентай сәби балдар, әйелдер, жаңағыдай. Ал нағыз мықты ер азаматтардың барлығы емес, көбісі сол таудың үстінен халық, жастар, ұрпақ аман өту үшін олар жатқан кезде білген. Қазір өліп кететін олар білген. Өйткені анау пәленбай мың халық үстінен басып өтем дегенше, анау өтіп кетеді ғой, суықтың барлығы. Сөйтіп соны айтып тұрған кісілер айтады да, сол таудың басында солар сол күйі қалды ғой дейді. Денелер де сол күйі қалды ғой дейді. Сол үшін қазақ айтады, жақсылықтар ескірмейді дейді. Күнәлар ұмытылмайды дейді. Жазалаушы өлмейді дейді. Бұл не деген сөз дегенде, жақсылық жасаған адамның қанша жақсылық жасаса да ескірмейтіндігі, олар ұрпақта аманап қалды. Одан кейінгілер осыншама жердің ұрпағымызға қалу үшін соншама жерді қан төгіп жүріп бізге алып қалды. Ол ескірмейді ғой, уақыт қашан айтсаң да жаңарып тұра береді. Анау бабаларымды еске алғанда қандай қуанып қаласың, керемет аталарымыз өткен да, бізге не деген жерлерді, міне тауымыз бар, не деген біздің орман көлдеріміз бар дегендей. Ал енді күнәлар ұмытылмайды дегені, кім қандай күнә істесе де, мысалы біздің қазақты сатқан, біздің қазақтың зиялыларын сатқан қанша адамдар болды. Біз оның бәрін білмейміз ғой. Бірақ ол ұмытылмайды, ол тұрады ол. Сосын жазалаушы өлмейді деп кімді айтып жатыр? Құдайды айтып жатыр. Ертең жақсылық жасаған адамда, жамандық күнә жасаған адамда Алланың алдына барады. Әркім өз есебін береді. Ертең есебін береді. Сондықтан жазалаушы өлмейді дейді. Қалған бәрі өледі дейді да сонда. Міне сондықтан осыншама тау тасымызды алып қалған, бізге сақтап, бізге қалдырып кеткен ата бабаларымызды Құдай рахметін алсын. Сондай ұрпақтан болғаннан кейін енді Құдайдан сұраймыз, осыншама керемет дүниелер бізден кейінгі келетін, қиямет қайымға дейін келетін ұрпақтарымызға бұйыртса екен деп Алладан сұраймыз да.